деп айтқан болатын. Махамбет бабамыздың 200 жылдығында орындап айтып келе жатырмын. Саңқылда даусым ау, саңқылдау, сөйлеуге тілім тартынба, ақ найзаның өзіндей, наркескеннің жүзіндей, жасым боп сөзім жарқылдар. Аруақтар қолдай көр, шабысы шайыр болмайдыр, жайықтың жайсаң жазындай жадырап бір қалсын қалқымда. Тартынбайын айтудан Исатайдың көзіндей, жарқылдайын ендеше Махамбеттің сөзіндей. Ұмытқандар алласын, ғұмырда жолы болмасын, екпініменен қағайын естемендер кәділәсін. Ау дендер деген ардақ жер, талайға арман болған жер, жеті жұрт көшіп үстінен асан қайғысын салған жер. Елдігін сақтап ерлері айқайлап жауға барған жер, сұлтаны түсіп соңына ақыны қаза болған жер. Пақыра сатып тектісін, батыры бассыз ау қалған жер. Дендер деген неткен жер, Махамбет өтіп кеткен жер. Өсиет тұнған жырды аңсап, қасиет тұнған күнді аңсап, мүмкінің ұлы мұраттың қайғыланып өткен жер. Аруанасы желген жер, ботасы бозда көрген жер. Текті шалдардың қойнынан тегеурінді ұлдар көрген жер. Қызылда кеңес кезінде одаққа байлық берген жер. 16 кеңес ерімен 4 батыры одақтың соғыстың көрін көмген жер. Матросовтың ерлігін өзінен бұрын жасаған, Нысанбай боранның өртеніп бара жатқанда, көз алдына келген жер. Қонақтарым, қош келдің, Атыраудың келіне, Дендер бордың жеріне, Ақжайықтың бойына, Қаройымның ойына. Әлемге кеткен аттары қазақтың өңшең мақтаны, қош келдіңіз бәріңіз Махамбет баба жеріне. Ақының енді толғасын, бейбіт бір заман орнасын, талайлы сәтке кездескен, толарсақтан саз кешкен, зобалаң заман болмасын. Мақсатта сурет көздеген, ерекше болсын өзгеден, орнатайық сөзбенен өлеңнің асқақ ордасын. Қош келдіңіз қонағым, құтты болсын қадамың, Махамбет баба сіздерді аруағымен